қайырлы күн, эфирді көрдім, айданыкі болмады деді. Енді әркімнің шындығы өзінде ғой достар. Измена деп қояды. Білмеймін, просто маған жазған адамға ответ берген ол үшін измена болса мен енді білмеймін. Құдай қаласа әркімнің шындығы өзінде достар. Маған сенетіндер сенеді. Бұйырса мен оны дәлелдеп беремін ғой. Сәл күтсеңдерші. Ей, изменасы не? Ебай, измена деген не ол? Шынды ма измена? Измена дейді, бля. Өлім ғой, болды ғой. Өлім ғой. Қайтыс қой, короче, болды ғой, қоясыңдаршы. Сторисінің түрі анау, екінші сторисінің түрі анау. Біреумен шетелде қыдыру дей ма, екінші сторисінің түрі анау, жүрек тыныштығы дей ма. Қой, қиялға берілмейді, нормально бәрі. Күндеріңізге сәттілік. Давай. Менің сұрақ жауабым қатты ұнайды екен. Сұрақ жауап болған күні прям вообще сұмдық болып кетеді ғой. Барлық сұрақтарға жауап беру мүмкін емес, бірақ енді ішіндегі теріп қызықтарына жауап беріп жатырмын ғой. Сол қазір түрімді дұрыстап алып, маникюр, педикюрға барайын деп жатырмын. Скоро бөпешкамды босансам хочу. Нормальный педикюрмен, нормальный маникюрмен, әйтпесе тырнағымды сынып қалайын деп, кішкене қысқартайын деп тұрмын тырнағымды. Последний щитынный апталарым қалды ғой, бұйырса. Ертең баланы көтерген кезде де кішкене тырнап алмайтындай деген сияқты. Может быть, японский маникюр ұстанбай или не істейтін білмеймін, қазір барғаннан кейін ойластырамын. Көңіл күйіңіз күшті ма? Көңіл күйім жақсы. Мен Мамаңыз келді. Енді келеді ма? Сол үшін күшті болып тұр. Еркелейсіз мамаңызға. По-любому. Не деп еркелейді сізді мамаңыз? Мені ма? Иә. Нан табарым, Мәссаған. асыраушым, балаларым ішіндегі ақылдым. Шын? Сондай екен достар. Сіз мамасының баласысыз да? Мамам баласым не? Сондай қыздардың пікіріне қалай қарайсыз? Олар не, ауадан туылды ма не? Олар кім балалар? Сіздің ойыңызша неге айтады деп ойлайсыз сондай мамасын? Достар, бұл жігітті не үшін сторисқа түсіріп тұр деп ойлайсыңдар? Бәрі Шорты мен футболка. Алла разы болсын ба. Осы цвет ұнай ма? Бола ма? Маған да ұнайды. Ұнаса да ұнамаса да солды қызы. Мен ответ